Қайырлы кеш достар. Жалпы сауалымды жалғастыра берейік. Ұлттық бірыңғай тестілеу география 2-ші нұсқа. Бұған дейін біздер география, дүниежүзі тарихы, қазақстан тарихын талдаған болатынбыз. Яғни ютубта плейлистке жазсаңыздар, плейлистті қарайтын болсаңыздар, бүкіл сабақ топтастырып салып қойдым. Қазір 7-ші сұраққа келген болатынбыз. Алдында 6-шы сабақ қорықтар туралы талдадық. Ендігі сұрақ Біріккен ұлттар ұйымына мүше болған елдер саны, 2013 жылы. Статистика, яғни 260, 93, 205, 112, 102 дейді. Енді Біріккен ұлттар ұйымы қандай ұйым, жалпы негізгі қызметтері қандай деген секілді сұраққа жауап берейік. Жалпы Біріккен ұлттар ұйымы халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтауға арналған халықтар арасында достық қатынастарды дамытуға, яғни мемлекеттердің арасындағы негізі соғысты болып кетпеуін қадағалайтын ұйым, қысқаша айтқан кезде. Енді жалпы ең ірі ұйым, себебі құрамында бүкіл мемлекеттер бар, яғни тәуелсіздік алған мемлекеттер бар, сонымен қатар тәуелсіздігі мойындалмаған мемлекеттер де кіреді. Сонымен қатар қазіргі уақытта Біріккен ұлттар ұйымының құрамына 193 мемлекет кіреді дейді. Көріп тұрғандарыңыздай. Демек, сұрақтың жауабын таптық. Жалпы енді бас кеңсесі, яғни негізгі штаб дейді, орталығы Нью-Йоркта орналасқан, ақш-та. Сонымен қатар бұл Біріккен ұлттар ұйымының тарихын, алдында дүниежүзі тарихын айттық. Ол жалпы 1945 жылы құрылады. 1945 жылға дейін ұлттар лигасы деп аталады. Яғни ұлттар лигасынан кейін Біріккен ұлттар ұйымы деп атауымыз керек. Жалпы 1945 жылы 24 қазанда Сан-Францискода декларациядан кейін қабылданды, және сол күннен бастап Біріккен ұлттар ұйымы деп жарияланады дейді. Көріп тұрғандарыңыз, міне видеосы тұр. Және де екі негізгі бақылаушы мемлекет бар. Сонымен қатар Біріккен ұлттар ұйымына Қазақстан қай жылы кірді? 1992 жылы кірген болатын. Жалпы тәуелсіздікті алғаннан кейін Біріккен ұлттар ұйымының сонымен қатар негізгі функциялары қару-жарақты бақылау, қарусыздандыру, халықаралық бейбітшілікті қолдау және адам құқықтарын қадағалау, гуманитарлық көмек. Енді сонымен қатар Біріккен ұлттар мемлекетінде мойындалмаған ұйымдар да бар. Мысалға, Сахравия Араб Демократ Республикасы, Тайвань, Косово, Мальта деген секілді мемлекеттер, яғни бақылаушы екі мемлекет айтылады, міне қасиетті 2004 жылдан бастап, және Палестина мемлекеттері. Ал жалпы мемлекет, яғни мойындалған мемлекеттердің саны 193 ел болады екен. Демек, 7-ші сұрақтың тікелей жауабы В нұсқасы. Біріккен ұлттар ұйымына мүше болған елдер саны ол 193. Оның ішінде Қазақстан 1992 жылы Біріккен ұлттар ұйымына кірген болатын.